Иә, кеше Зеленскийдің 45 жастық туған күні дей ма, 46 дей ма? Білетіндер жазыңыздаршы. Кеше туған күні екен. Менің өзімнен 3 жас кіші екен. Мен міне есептей беріңіздер. 74-ші жылдың желтоқсанның соңында дүниеге келгем, иә? Зеленский қандай, міне басшылық қызметте қалай жұмыс жасап жатыр? Ана мемлекет қорғаныс министрін қара, жастар. Ал біздегі Мәлкіл деген шалдарды қарашы, аузынан сөзі қойыннан бөзі түсіп, жүрген жүрісінің өзі адам ызаланып барып, жүгіріп барып, теуіп тезегін шығарғың келеді да, біздің мына Мәлкілдегі осырақшы шалдардың отырған қылығын қара. Ана Зеленскийді қара. Ана рухы тасып тұрған, еркектігі аймақтары бар. Ана сөйлегенде де сөздері нық, шешімді қабылдайтын. Мына жас азаматтарды қарашы, міне қылышын 40-тан енді асып, қылыштай боп, тура дірілдеп тұрған, қылпылдап тұрған, қылыштай қылпылдап тұрған жастар қалай, біздің ана былық сылық кеткен мына осырақшы шалдар қалай. Соны қараңдаршы. Міне. Айырма қалай үлкен, е? Зеленскийдің тактикасын қара. Селедарды тастады. Еуропа шошып кетті. Бұғанға дейін Еуропа орыстың қысымында қорқып отырған Селедарды Зеленский тастап, өтірік жеңілгенсіген кезде Еуропаңды, Америкаңды бұтқа жіберді. Зеленскийдің тактикасын олар білді не білмеді. Білсін не білмесін, олар одан ары қарай, енді бүгін Селедарды берсең, енді ертең қаншасын, олар бірден естерін жейді. Неге? Зеленскийге Польша қару берем деді. Не? Танкі берем деді. Ол танкі не? Дүние жүзіндегі атақты танк. Бірі Германияда, бірі Америкада. Бұл дүние жүзіндегі ең атақты екі танк. Ал Польшаның бұл танкі Германның танкі. Германияда. Бірақ Германиядан оны келісім шартпен алғанда рұқсатсыз үшінші елге сата алмайсың, бере алмайсың деп келісімге қол қойып қойған. Бұл танкты мен саған ғана берем, ақшасын төлеп тұр ғой. Оның өзінде рұқсатсыз басқа елге сата алмайсың, бере алмайсың деп алады. Ал ана жақта жердің бетінде Зеленскийдің әскерін енді орыстың танкісі қоймай келе жатыр. Қалаларды қиратып келе жатыр. Селедардағы соғыста да орыс танкісі. Енді қайтты. Польша күйіп кетті. Украинға көмегі ең көп ел қазір Польша болды. Польша сондай бір ырғын бай ел емес. Оның өз күні кеше ғана Советтің тепкісінен құтылған шығыс еуропалық коммунистік, социалистік ел. Күні кеше ғана Совет одағының қызыл коммунистік имперлік Варшава шарт ұйымынан шыққан ел. Күні кеше ғана Сталин кезінде, Хрущев, Брежнев кезінде сол Польшаның сан мәрте орыс коммунистердің темір тепкісін көрген адам. Олар да орысқа тіс тырнағымен қарсы. Мына қасындағы жауыз, демократияның не екенін білмейтін, жауыздықты, қампезерлікті, хайуани, надан жауыздықты батырлық деп білетін. Мына алдыға баспайтын, не ілім, білім, ғылымда емес, тек қана адамдарды миллиондап қыруды ғана мақсат қылатын, былайша айтқанда бір жыртқыш хайуан сипатындағы мына орыс импершілдігінен әбден тойған халық олар. Сөйтіп ол Германияға айтты, сен бер. Басында енді заң бойынша Германиядан сұрайды, ана танкыңды берейін деп едім, келісім шарт бар еді, мен украиндарға сенің танкыңды берейін. Танкі бос тұр. Бермеді ғой. Бермейді. Танкі бос тұр. Анда Украин қырылып жатыр. Бермейді. Германияда талқылаймыз, ойба, анаған айтып көрем, мынаған айтып көрем. Ауылдағы бір жаңағы не сияқты. Ана ағаң айтайықшы, ағаң, көкең айтайық деген сияқты. Ары сөзді бер сөзді. Польша шыдамай кетті, күйіп кетті. Неге? Украин жеңілсе кезек Польшаға келгелі тұр. Тарихта бәлен мәрте орыстан қорлық көрген ел. Сон келісімің шартыңның аузын ұрайын деді. Германияға айтты. Сен берме десең де берем, мәсаған деді. Сөйтіп танкісін берем. Енді сол кезде Америкадан Бонон шықты. Банон. Германия анау мынау деді. Енді Германия ойланып қалды. Ақыры келісім шартыңа да бір түкіріп бергелі жатыр екен. Енді берейік па, бермейік па, бермесе қиын болғалы тұр дегенде Америкаға ақыл кірді. Көрдіңіз ба? Бір жолда бәріне ақыл кіреді. Оған не? Зеленскийдің тактикасы.
Шегініп шықты. Мә, бұл соғыс саған керек болмаса, маған да керек жоқ деді. Шегініп шықты. Селе тарты беріп шықты. Америкаға енді ой туды. Германның танкісі дүние жүзіндегі Америкамен мына нарықта, халықаралық қару-жарақ нарығында талас алатын, нарықта талас алатын бірден бір танк. Бірден бір танк. Көрдіңіздер ме? Енді менің осы лекцияда барып, менің арғы сөзім шығады. Мына әлемде ең үлкен бизнестің түрлерінің біреуі қару-жарақ бизнесі. Дүние жүзінде сенің өндірген киімің, мына телефоның, өндірген дәрі-дәрмегің, анауың, егіп жатқан егін-сегінің, қысқасы мына адамға, сау адамға керек, барлық тұрмысқа керек, түймеден тартып ине сабақ жібіңе дейінгі нәрсең, бұның бәрін осыны сатып сауда деп отырсаң, бұл саудалардың барлығы дүниеде 3 сауданың маңғарасын көрмейді екен. Бұл қылмыстық сауда. Бірінші, заңды не заңсыз сатылатын қару-жарақ. Екіншісі, адам ағзасы саудасы. Бұл әрине заңсыз. Адам ағзасы саудасы. Көрдіңіздер ме? Үшінші, есірткі саудасы. Және осы есірткі саудасымен бірге жүретін, адам ағзасы саудасы, есірткі саудасымен бірігіп кеткен мына жыныстық тән сату, сол жезөкшелердің ағзасын сату, сол жезөкшелер арқылы есірткі сату, сосын мынау порнография, осының барлығы дүниедегі 4-ші бизнес. Міне, есірткі, адам ағзасы, жезөкшелік, қосылған порнография, оған қосылған қару-жарақ. Бұл міне адамзаттың қазіргі шынайы сиқы осы. Мына адам баласының, міне қазіргі орнатып отырған адамзаттық дүниенің лас жиркенішті бір сиқы осы. Бұл адам, қазіргі адам баласы, енді шын мәнінде осы қылығыменен жаратушының қарғысына енді лайық екендігін көрсетіп тұрды. Жаңағы арам тірліктерден болатын сұмдық табыс бүкіл дүние жүзіндегі, сіз қойыңызды өсіріп қой сатқан, мен жылқымды өсіріп жылқы сатқан, ана кісі киім тігіп киімін сатқан, мына кісі машина жасап машинасын сатқан, бұл бизнестердің, бұл саудалардың бәрі жоғарыдағы 4 ардан безген сұмдық сауданың қасында түк емес екен.